Сәлем достар, қалайсыздар? Бүгін біз сіздерге шоколадтан чупа-чупс жасауды үйретеміз. Бізге глазур шоколадтары керек болады. Қара, қызыл және де ақ түстерінен осындай бетіне себетін тәттілермен араластырып жасаймыз. Бізде мынандай пластмас банкаға шоколадтарымызды салып, ақ түсті салып, қайнап тұрған суымызда ертіп аламыз. Сосын бізде осындай 10 сантиметрлік формаларымыз бар, силиконовый. Соларға осылай құйып шығамыз шоколадтарымыз, еріген шоколадтарымызды. Құйып болған соң, өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша әсемдесеңіздер болады. Өте керемет, дәмі өте жақсы шығады. Осылай құйып болған соң, бір-екі тақтайшаны сілку керек. Шоколадтарымыз беті тегіс болу үшін. Чупа-чупсымызға осылай ағаштарын қадап шығамыз. Жақсылап ағаштарын қадап аламыз. Базарға сатсаңыздар да, өздеріңіздің бала шағаларыңызға жасап берсеңіздер де болады. Үй жағдайында жасауға өте қолайлы. Енді бұл тәттілеріміздің бетін осындай санмен жазылған тәттілерменен безендіріп аламыз. Өз қалауларыңыз бойынша безендірсеңіздер болады. Бұл құйған дайын формамыздағы шоколадтарымызды 20-25 минутқа мұздай жерге қалдырамыз. Жасап болған соң, жақсылап қатқан соң, силиконға жабыспай тып-тынық болып осылай шығатын болады. Сіздер де жасап көріңіздер. Осылай жасап, балдарыңызды қуантуға кеңес беремін. Өте керемет, дәмді болып шығады. Әр түрлі түсінен жасасаңыздар болады. Мен ақ глазур шоколадынан жасадым. Тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.